Қалайсыздар достар? Біз бүгін 1688 сайтынан мектеп формасын заказ беретін боламыз. Мен сіздерге Windows сайтынан мектеп формасын заказ беруді үйреткен едім. Енді 1688 сайтынан үйрететін боламын. Главныйға кіресіздер. Бұл жерде суретпен іздесеңіздер болады, немесе жазып іздесеңіздер болады. Мен іздегем, негізі шықты. Сіздер іздегенде жазасыздар. Школьная форма деп аудармасын жазасыздар. Мен аударып қойдым. Қалаған переводчиктеріңізді қолдансаңыздар болады. Енді киімдер шықты, осылардың арасынан таңдайтын боламыз. Сіздерге ұнағандарын таңдай бересіздер. Мен мынаны көрсетейін сіздерге. Ішіне кіресіздер. Кейін бұл жерде заказ бергенде магазиндеріне байланысты заказ бересіздер. Бір магазиндерде біреуден бастап заказ беруге болады. Мысалы, мына жерде біреуден бастап заказ беруге болады. Кейін суммасы әртүрлі болады. Себебі қанша штугын алуыңызға байланысты. 1688 сайты оптовый сайт саналады. Сол үшін, мысалы, 100 штук, 200 штук ала бересіздер. Қаласаңыз 1 штук тапты алсаңыздар болады. Бірінші магазин көріп шығасыздар. Мен мына жерінде 4-0 екен. Негізі жақсы магазин. Өзіңіз алатын заттарды көріп шықсаңыздар болады. Астына түсіп көре бересіздер. Түстерін, түрін, кейін размерлерін жазып қойған, сантиметрмен өлшегенде, бұл бойымен өлшегенде, мына килограммын жазылған. Килограммы біз сияқты емес. Мына жерде 23 болатын болса, оны 2-ге бөлесіздер. 15 килоларға дейін келеді бұл 100. Сіз мысалы балаңыз 6 жасар болатын болса, сіздер 120 немесе 130 ала бересіздер. Балаңыз арық болатын болса, 120-да келеді. Толық бала болатын болса, 130 ала бересіздер. 6 жасар балаға айтып тұрмын мен. Кейін заказ бергенде мына жерін басасыздар. Әртүрлі шығады. Сатып алғанда сіздер рубашканың өзін ғана сатып алсаңыздар болады, немесе комплект алсаңыздар болады. Бұл жерде ұл балаға, қыз балаға бірден шығады. Бір магазиннен 2 балаңыз болатын болса, әртүрлі размермен алсаңыздар болады. Мысалы, мен 6 жасар балаға аламын. 6 жасар балаға 130 алам. Біреу деп жазам. Не қарайсыздар? Астына түсіп белгілейсіздер. Кейін қарайсыздар. Мына жерінде өзіңіз таңдаған киімде шықса, осы дұрыс белгілеген боласыздар. Кейін қызым алам. Ол 7 жасар. Оған 140 ала берем. Менің қызым үлкендеуін жақсы көреді, жабысып тұрғаны жаман көреді ол. Сол үшін енді таңдадық. Енді размерін таңдаймыз. 140-қа. Мені қарайсыздар. Мен сонда бір магазиннен 2 түрлі товар алып жатырмын. Менде 2 түрлі товар 144-те 70 болды. Кейін 3 юан қосылды. Бұл дегеніміз, бұл доставкасы саналады. Әртүрлі магазинде, енді әртүрлі болуы мүмкін. Бір магазиндерде 10-ға дейін, 15-ге дейін барады юань доставкасы. Солай заказ берсеңіздер болады. Кейін тағы басқа киімдер көрсеңіздер болады. Осындай балдарға үш киімдер көрейік. Ақшасын төлегенде Алипеймен төлейсіздер. Отзывтар жазылады, соларды көрсеңіздер болады. Сатып алатын болсаңыздар, сіздер де отзыв жазсаңыздар болады. Мен сізге әртүрлі киімдер шығарады сайттың өзі. Осылардың арасына өзіңізге ұнаған заттар болса, қосып алсаңыздар болады. Бұл жерде мына жерін басамыз заказ беру үшін. Үшеуден жүреді екен. 24 юань екен.
қалағаныңызды алсаңыз болады. Мына жерінде размерлері бар. Мына жерге жазып қойған қанша килограммға келетіні. Мысалы жүзіміз 25 болса 2-ге бөлесіздер, сонда 12,5 болады. 12,5 килоға келеді. Мысалы 40 болса 20 кило баланың. Солай есептейсіздер. Осыларға белгілеп қоя бересіздер. Қанша екені шығады белгіленіп. Бұл жерде ең азы екеуден алуымыз керек. Соған қарайсыздар, жазып қояды. Менің көп оқырмандарым сұрайды, біз қайдан білеміз, қанша сатып алу керек екенін дейді. Заказ бергенде. Оны төбесіне жазып қояды заказ беретін жерге. Мысалы, міне ақша төлесеңіз болады енді. Егер біреу болатын болса, ақша төлеуге болмайды, екеу деп жазылады. Бір магазиндерде 1000-нан бастап ақша төлеуге болады. Соған қарайсыздар. Сол үшін сатып алғанда, штуктап алғанда магазиннің өзіне қарайсыздар. Бұл жерде екеу болу керек, екі түрлісін ала бересіздер. Егер сізге біреу ғана керек болатын болса, басқа магазинді іздейсіз. Енді мына жерде рубашкалар шықты. Бізге рекомендацияға шықты. Осы жерлерден де алсаңыздар болады. Бірінші қарайсыздар магазиндеріне. Кейін қазір Қазақстанға сайтты қазақшаға аударып жатыр. Қазақша орысша сайт болайын деп жатыр. Құдай қаласа. Енді өздеріңіз орысша іздей берсеңіздер болады. Бұл 100% мақта екен. Аудармамен көрсеңіздер болады. Енді заказ бергенде көреміз. Қанша заттан алуға болады. Мысалы, мына жерде біреуден деп жазылған. Біреуден ала бересіздер. Не ақшасын төлейсіздер. Мынау қыз балаға, мынау ұл балаға екеуін бірден алсаңыздар болады. Қызыңыз ұлыңызға алатын болсаңыз. Таза мақтадан, 100% мақтадан жасалған. Отзывтарын оқып шығасыздар. Тағы керек заттарыңыз болатын болса, поискке жазсаңыздар болады. Сіздерде суреттері болса, суретпен іздесеңіздер болады. Кейінгі видеоларымда садикке киімдерді таңдап беретін боламын. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар.